Ассалаумағалейкум, амансыздар ма, құрметті курсқа қатысушы жандар. Енді қазірден бастап сіздермен ағылшын тілін бастайтын боламыз. Осы бір жыл бір тіл курсының аясында ағылшын тілін оқитын боламыз. Бір жыл бір тіл, иә. Бірінші кезекте айтып өтетін жағдай қарапайым. Мына сабақта біз екі негізгі сөз дейікші, to do мен to be деген екі сөзді қарастыратын боламыз. Жалпы сабақтардың барысында көп нәрсе айқындала түседі, көп нәрсе түсіндіріледі. Иә, әрине түсінемін. Жаңа бір нәрсе бастау барысында қалай десеңізде сұрақтар өте көп болады. Және осы оқып жатқан кезде де сіздерде сұрақ болуы мүмкін. Алайда сіздің сұрақтарыңыз уақыт өте келе ескерілгендер енді бірден айтылып жататын болады. Ал сұрақтарыңыз болса, бұл әрине видеода айтылмаған сұрақтар болса, кез келген уақытта қоя аласыздар. Сұрақтардың баршасына жауап беретін боламыз. Бірақ айтайын дегенім сол, видеоларды жай ғана көре беріңіздер. Уақыт өте келе сізде де бір түсінік пайда бола бастайды ақырын. Барлық осы қандай бір іс-әрекет жасасаңыз да, тілде бізде жалпы тұрақтылыққа негізделген, яғни практикалық тұрғыда күнде жасайтын болсаңыз, сол кезде иншалла ақырын өзіңізде де түсінік пайда бола бастайды. Уақыт өте келе бұрын түсінбеген нәрсені де түсініп жататын боласыз. Түсіне бастайтын боласыз яғни. Жақсы, бірінші кезекте енді айтып өтейік. Ағылшын тілінде бізде негізгі екі сөздердің жолы бар. Я, сөйлем құраудың жолы дейікші. Бірінші бізде мынандай сөз бар, to do деген. To do деген бізде істеу деген сөзді білдіреді. Істеу деген, яғни қарапайым істеу. To деген алдында сөз тұр ғой. Біз to деген осы сөз бізге істеу деген мағынаны береді. Себебі біз егерде to-ды алып тастап do десек, жай ғана do деп айтатын болсақ, онда ол істе деген мағына болады. Түсінікті ғой, иә? Мысалы үшін just do it, like деген жаңағы бренд бар емес па? Сондай жарнама шықты. Just do it. Жай ғана бар да істе деген сияқты жаңағы әрекетке итермелейтін сондай сөз бар. Just do it. Сол жердегі do деген сөз бізде істе деген сөз. Жай ғана бар да істе. Одан кейін келесі бізде to be деген сөз бар. To be дегеніміз ол болу деген сөз. Сол сияқты to деген бізде болу деген жаңағы тұйық етістік деп айтамыз ғой, ағылшын қазақ тілінде бізде тұйық етістік деген бар, яғни стандарт форма дейші. Сөздің стандартты формасы, сөйлемнен тыс формасы, сөйлемнің сыртындағы жаңағы өзінің қолданатын жолы. Сол сияқты біз егер жай ғана be десек, жай ғана be деп айтатын болсақ, онда бол деген сөз. Мысалы be man, be a man деп айтады, ер адам бол, еркек бол деген сияқты. Болмаса be smart, ақылды бол деген сияқты. Be, қалай сөз айтсақ болады? Be first, be first, бірінші бол деген сияқты. Осындай сөздер айтсақ болады мысал ретінде. Яғни be дегеніміз ол болу деген сөз. Be болу, be деген бол, to be болу. Жақсы, енді мысал үшін бізде ағылшын тілінде қарапайым бір сөйлемді алатын болсақ, I go. Мысалы go деген бару деген сөз. Бір жаққа бару. Бұның қарама-қарсы мағынасы бар, come деген. Егер сіз I come десеңіз, мысалы бүйтіп айтсаңыз, I come десеңіз, бұл мен келем деген сөз. I come to Астана. Мен Астанаға келемін. I go to Астана болса, мен Астанаға барамын деген сөз. Көбінесе енді кішкене шатастыру болады осы сөздерге қатысты. Go бару, come келу. Сол сияқты жалпы бізде мынау етістік дедім ғой, етістік іс-әрекеттің орнына басқа кез келген сөзде қоя берсек болады. Мысалы үшін sleep, ұйықтау деген сөз. Екі е болса айтқандай, екі е жазылса ағылшын тілінде и оқылады, sleep дейміз. Одан кейін speak, мысалы, speak деген сөйлеу, ағылшын тілінде мысалы сөйлеу. Сол сияқты wait деген жаңа өткенде шықты ғой. Wait деген күту деген сөз. Одан кейін
мысалы walk деп айтады. Walk деген жүру. Осы сияқты сөздерді яғни қоя бересіз. Иә. Мысалы I come мен келем, I sleep мен ұйықтаймын, I speak мен сөйлеймін, I wait мен күтемін, I walk мен жүремін, жаяу жүру деген сияқты. Осы сияқты сөздер арқылы сөйлем құрала береді. Иә. Бұл do формасындағы жаңағы сөздер. Бұл сөздер әне қараңыздар. Бұл жерде кез келген сөз болуы мүмкін. Come, sleep, speak, wait, walk, think. Мысалы think деген сөз ойланамын, мен ойланамын. Болмаса мен ойлаймын деген сөз. Жазып өтейін де мына жерге. I think. Бұндай сөздер өте көп бізде. Енді дәл солай бұл түсінікті болды деп үміттенемін. Мынаған қатысты тағы да жалғасын айтамыз келесі сабақтарда. Енді қараңыздар. Жалпы мына видеоларды жай ғана бірінен соң бірі көре берсеңіздер, жалпы толық картина көз алдарыңызда пайда болады, иә. Сол үшін де қазір сұрақ көп, бірақ жай ғана көре берсеңіздер, жай ғана мысалдарды қарап, тапсырманы орындай берсеңіздер, ақырын бәрі өз орнына келеді деген келеді. Сол үшін түсініксіз болып жатса кішкене уайымдамаңыздар. Жақсы. Мына жерге келейік, енді келесі болуды түсіндірейік. Болу, to be деген сөздің, болу дегеннің үш түрлі бізде түрі бар, үш түрлі формасы. Бұл неге? Мысалы біздің де үш түрлі. Am, is, are деп бөледі. Енді бұны мектептен де көрген шығарсыздар, қаншама рет, бәлкім егер ағылшын оқыған болсаңыз осыған дейін де қайта кезіге береді. Бұл не нәрсе деп ойлауыңыз мүмкін. Сол үшін ал енді қазір түсіндірейін сіздерге. Бұл неге әртүрлі үшеуі? Неге мысалы бірінші не үшін қолданылатынын айтайыншы. Мысалы мен to be айтамын бұл жерде. Мен Елжанмын, иә, менің атым Елжан болса, мен Елжанмын деп айту үшін мен осы to be-ді қолданамын мына жерге. Яғни қалай? I am деп айтамын, Елжан деп айтамын. Яғни мен Елжанмын деу үшін мен I Елжан деп айта салмаймын, маған мынау керек. Грамматика жағынан, сөздің құрылымы, ереже жағынан маған мынау керек. Түсіндіңіз ба? Мен Елжанмын деген сияқты ғой, жалғауды сондай болды. Сол үшін сол сияқты басқа да, яғни бұл жерде қараңыздар, to be-дің мағынасы неде? Біз не үшін қолданамыз оны? Адамның аты, I am, мысалы жасы 22 мысалы, иә. I am қазақ, мен қазақпын деген сияқты. I am қазақ. Сол сияқты кез келген мысалда, мысалы тағы не айтсақ болады? Жаңағы I am, мысалы өзіңіздің мамандығыңызды айтсаңыз да, мысалы, жұмысыңызды айтсаңыз да, I am teacher, мысалы үшін, иә. Ол сияқты өте көп сөздер бар. Сонымен қатар сипаттар, мысалы мен бақыттымын деп айтамын. Айту үшін I am happy дейміз. Осы сияқты сөздердің бәріне сіз не істейсіз? Әрекет болмаса, ол сөз сізде қарайсыз, яғни. Мынау әрекет пе, әрекет емес пе? Әрекет болса не істейсіз? To do, яғни жай ғана қоя саласыз. Сізге am, is, are керек болмайды. Өйткені ол әрекет. I come, мен келем деген сияқты жай ғана. Ал егер де ол, мысалы, мен Елжанмын, иә, сияқты сипат қой, адамның сипаттары, аты, жасы, ұлты деген сияқты. Жаңа жұмысы деген сияқты, көрдіңіз ба? Мысалы, эмоционалдық жағдайы, мысалы, көңіл күйі деген сияқты жағдайлар болса, онда to be қолданасыз. Яғни ортасында мынау сөз керек болады сізге. Енді қараңыздар. Енді am, is, are түсіндірейік. To be-дің не үшін қолданылатыны түсінікті болды ма? Кішкене ойланып алыңыз, кішкене қарап алыңыз, иә, мына жерге. Жақсы. Happy сияқты басқа да сөздер. Smart, иә, мен ақылдымын. Sad деген сөз бар, тағы бір. Уақытсыз, көңілсіз деген сияқты маған. Осындай есіктер өте көп жалпы. Сол сияқты енді қараңыздар. To be-дің қолданылуы түсінікті болса, енді am, is, are. Неге ол үш түрлі? Неге біз бір ғана сөз қолдана салмаймыз деген сияқты осы мәселені түсіндірейік. I деген сөз бар бізде, ол мен деген сөз. Am бізде тек қана I-ға қолданылады. I am болды. Am-ның мәселесі түсінікті, жағасы жеңіл деген сияқты. Келесі бізде you деген сөз бар. You, they, we деген сөздер бар. You сен. You сен деген сөз. They олар деген сөз. We біз деген сөз. Қарасаңыз үш сөзде you сен, енді сен мен сонымен қатар you деген сіздер, болмаса сендер деген көпшілдікке де байланысты.
көпше деп жазбаймын мына жерге, көп. Яғни are бізде қай кезде қолданылады? You are деп неге айтамыз біз? Неге you am демей алмаймыз? Болмаса you is демейміз. Өйткені бұл көп адам қатысты. Ғой. We are біз. They are олар. Көп адам болса are қолданасыздар. Көпшілік көпшілік болса. Сол сияқты енді қараңыздар. Тағы не бар? Is бар, иә? Is бізде не істеледі? He мына жаққа жазайық. He is. She is. Мысалы, it is, иә? Бұл не? He, she деген all деген қазақ деген сөз бар ғой. Қазақшадан аударсаңыз өте оңай. All деген сөзге сәйкес келсе is қоя бересіз, болды, ойланбайық. Мен болса am, all болса is дейсіз де болды. Сөйлемеге құраған кезде ойланасыз ғой. Сол кезде am is есіңізде болса болды. Басқасына are қоя бересіздер. Яғни осындай. Мысалы бүйтіп айтып көрейікші. Айтқандай, he ер адам, я оны білесіздер ме? She, яғни әйел кісіге қолданылатын сөздер. Жаңағы it деген бізде ол затқа қатысты. Зат немесе жануар. Адамға it деп айтпайсыз, өйткені ол зат емес. Яғни сондай. Енді мысалы бір-екі мысал айтып көрейік. Мысалы бүйтіп айтайық, осы am, are, is, should тұр көз алдыңызда дәл қазір. Осыған қарап отырып айтып көріңізші. Мен 30-дамын деген сөзді айтайық. Енді 30 деген бізде 30 деп жаза береміз. 30 деп айтылады негізі, бірақ ол қазір маңызды емес қатты. Қалай айтамыз? I не қоямыз? Am қоямыз, иә? I am 30. Былай істейік, сізге бір 5 секундтай ойлануға уақыт беремін. Қаласаңыз видеоны тоқтатсаңыз болады. Өзіңіз жасап көрейік. Жасап көрейік осыны. Сен мұғалімсің деп айтайық, мұғалім деген міне тұр нәрсеміз. Teacher деп айтылады. Қалай істейміз? You are. You are не тұр ғой? You are. Яғни you болса сен дедік қой. Сен немесе көпшілік болса are қоямыз, You are teacher. Тағы бір айтып көрейік. Ол бақытты деп қалай айтасыз, айтып көріңізші. Ол бақытты. Видеоны тоқтатып қойсаңыз болады. Егерде уақыт жетпей жататын болса, видеоны тоқтатып қойыңыз. Өзіңіз былай істеңіз. Өзіңіз кәдімгідей ойланып көріңіз. Қайсысын қоямын деп ойланыңыз. Бір жауабын өзің миыңызда жасап алыңыз да, содан кейін видеоны көріңіз. Жауабын содан кейін біліңіз. Не қоямыз? Am ба, are ма, is ба? Қараңыздар. Is, he is happy. Ол бақытты. Яғни сондай. Ол кішігірім мысалдар осылай. Жалпы осылай. Яғни түсініктенем, бізде осы ағылшын тіліндегі қарапайым сөйлемдердің құрылымы осы. Ары қарай жаңағы қосымшалар қосыла береді жай ғана. Ал жалпы ешқандай қиындық жоқ. Осылар білсеңіз болды. Яғни мысалы доға қатысты жай ғана етістіктер бар. Жай ғана етістіктер, сонымен қатар шақтар бар. Шақтарды алдағы сабақта айтамыз. Ал be, to be-ге қатысты келетін болсақ, ол жерде бізде осы am is are үшеуі, am is are-ның am is are қайсысы қалай қою керегін білсеңіз болды. Ешқандай айырмашылық жоқ. Сол сияқты мысалы айтып өтейік, тағы да бір кішігірім нәрсе. He, she дейміз ғой, мысалы біреудің атын айтатын болсақ, мысалы білмеймін, Арман деп айта берейікші, мысалы бұл жерде Арман бар. Арман, мысалы Арман менің досым, менің досым деген сөз my friend деген сөз. My менің friend деген досым. Менің досым деп қалай айтамыз? Яғни am ба, are ма, is ба? Қайсысын қоямыз, айтыңызшы. Am, қараңыздар. Бізде ол тек қана I, мен дегенге ғана қоямыз, басқа қоймаймыз. Арман деген ол басқа да, яғни мен емес қой. Are айттық, көпше түрге ғана. Болмаса сен деген сөзге ғана қатысты қоямыз. Арман деген бізде не? Мынау, he, all. Арман all деген сөзге жауап береді бізге. Сұраққа. All деген сұраққа жауап береді. Сөзге сәйкес. Арман is деп айтамыз. Арман is my friend деп айтамыз. Яғни айтайын дегенім не?
адамдардың аттары тұрса біз әрқашанда is қоямыз. Ал егер де қараңыздар, өйткені енді қараңыздар, екі адам болып қалса ше, Арман and болса, иә, Арман and білмеймін, Айгүл дей берейікші, өте оңай. Арман and Айгүл десек не болады? Осы жерде енді қарайсыздар, бұл бір адам ба, әлде екі адам ба? Иә, екі адам не? Өйткені are ғой. Көпше түрде айттық қой, не қоямыз? Көпше түрде біз are қоямыз. Сол үшін де Арман and не болады? Айгүл болады. Мысалы, Арман мен Айгүл менің достарым. Айта берейік осы сөзді. Менің достарым десек, is қоймаймыз. Неге? Өйткені біреу емес қой. Көп болғаннан кейін are my friends. Арман мен Айгүл менің достарым. Түсінді ғой, иә? Жақсы, мынау нәрсені скрин жасап алсаңыздар болады. Болмаса видеоны көресіздер, иә? Негізгі біздің сабағымыз осында, яғни to do істеу менен to be болу. Осы екі негізгі сөзге байланысты бізде ағылшын тілінде сөйлемдер құрылады.